қосыл қатарға, білімді ойла, елдігіңді ойла, азаттығыңды ойла, келешегіңді ойла. Ойла. 1986 жылы Көкшетау қаласында болған желтоқсан оқиғасына қатысқан бүгінгі біздің желтоқсан ардагеріміз Мұрсалиев Қуанбек ағамызбен сұхбаттасқалы отырмыз. Аға, қош көрдік сізді. Ассалаумағалейкум. 1986 жылы Колбиннің қазақ даласына, Қазақстанға келіп билік жүргізуіне қарсы болып шыққан азаматсыз, иә? Иә. Қалай болды оқиға? Енді онда сол кәсіп училищесінде оқимыз ғой. Студенттер жиналып жатыр екен, сол хабар келді. Алматыда студенттер көтеріліп жатыр, қарсы деп, елден шықсын өзімізді билікке деп, басқа жерден әкелді деп солай сөз болды да, ұйымдасып шығайық деді жігіттер. Сосын міне Ерлан ағамыз бар, бәрі айтады, жиналғанда ертең хулиганство не болмасын, тыйыш, мирно требование жасайық, ұйымдасып солай шығайық деді. Содан шықтық қой. Ол кезде неше жаста едіңіз? Ол кезде әскерден келген 20 адамында. Сонда көшеге шықтыңыздар ма? Қай жерде болды оқиға? Қалай басталды? Көшеге шықтыңыздар ғой? Сол қасымыздағы музыкальный училищеден студенттер, қыздар бәріміз жиналып шықтық қой. Анау қай еді? Кыданым келді. Несінде жиналдық, иә біз? Қаншадан болды ұзын саны? Біз училищеден көп болды, пединституттан таныш жігіттер болды. Сосын енді үкіметтен не шықты ғой, енді әкімдіктер солар требование жасағанда органдардан арамызға кісі кіріп кетіп солай бәрін анау көп ұйымдастырып нетіп жүргендерді ақырын әкете бастады. Солардың бірі болды. Сол бізді апарып жапты. Қай жерге жапты? Осында анау әлгі Бажарканың қасындағы. Ең алғаш сол жерге жапты? Иә, сонда 3-4 осында тергеп нетіп, кім ұйымдастырды, қандай себеппен шықтыңдар, объяснитель жазылып, содан кейін 3-4 кейін біздер басқа районға алып кетті. Қай районға апарды? Келдер районына. Сот болды, сол хулиганство сол жерде соттар жасап, сонда апарып жапты. Тергегенде қандай сұрақтар қояды сонда? Сендер бізге ме? Иә. Қандай себеппен шықтыңдар деп бәрін түсіндіріп жатырмыз. Сендер жаман оймен шықтыңдар, анау-мынау деп аттап, бұрмалап. Бұлай жаз деп біз өзіміз солай требование бәрін соны айтып отырмыз ғой соны. Бұлай ұрып соғу, қол жұмсау деген болды ма? Тергеу тарапынан. Енді анау аяз ғой күн. Коридорға жеңіл ішкі киіммен ғана шешіндіріп тұрғызып қойды, ондай болды. Неше күн жаттыңыздар жаңа тергеуде? Енді бір 20 күндей жатып қалдық. Қазір желтоқсан оқиғасына қатысқандығыңыз жайлы ақтала алмай жүрсіз. Енді мынау бізде ұйымдастырып жүрген президент Ерлан солар көп уақыт өтіп кетті ғой. Сол іздеп тауып біз сөйтейік деп ұйымдастырып нетіп жатыр енді. Сотқа бердіңіздер ме ақталу жөнінде? Сотқа бердік. Сот қандай шешім шығарып берді? Шешім болғанда сол ешқандай шешім шығара алмады. Не признали былайша айтқанда. Сіздер сол желтоқсан оқиғасына қатысқандықтарыңыз жайлы ақтала алмай жүрсіздер. Мақсаттарыңыз не? Компенсация сіздерге керегі жоқ қой. Ондай ештеңе ойлап жүрген жоқпыз біз. Енді мынау кейбір басқа ұйымдардағы естіп жатырмын, Көкшетауда ондай вообще болған жоқ депті. Ешкім шыққан жоқ деп. Ондайлар бар екен. Sonra mı Ерлан ағамыз бәрі дәурендер айтып отыр. Бізге енді доказать ету керек, біз де шықтық, не қылдық деп соған. 16 желтоқсан сайын, яғни сізді
мынау мерекелік іс-шараларға шақыра ма? Былтыр ғана болдым мен. Қай жерде болдыңыз? Осында площадьта жиналды ғой сонда. Бұл шоғын ою сосын Ресми түрде шақырмайды ешкім. ресми шақырған болған жоқ. Қазіргі таңда жұмыс істеп жүрсіз ба? Қазір сол жұмыс дегенде сол сварка жағынан Сол 20 күндік жаңа тергеуге жатып шыққаннан кейін 86 жылдан кейін сізде қудалау болды ма? енді организацияға жұмысқа орналасқанда болды ондай. Жасаратын керек жоқ, кішкене итермелеу. Әйтеуір өзінің еңбегімен шықтық солай жұмысқа.